Олар оңай адамдар емес. Бүгін конкретно қойып тастау керек. Бүгін қоймасақ қалайын деп тұр бәрі. До конца барамыз, түсіндіңдер ма? Мәке, мына машинаға барамыз да? Енді қандай машинаға барамыз? Дұрыстау бір машинаға бармадық қой. Таң азанмен аптаның ортасында қайдан аламыз машинаны? Қалада мықты салон бар. Қандай? Альянс Трейд деген. Альянс Трейд? Любой время береді. Альянс Трейд. Жүріңдер онда машина алайық барып. Ассалаумағалейкум. Бізге машина керек болып тұр еді. Қош келдіңіздер. Альянс Трейд компаниясында кең ауқымда автокөліктерді таңдау бар. Корея еліне жеткізіп бере аламыз. Кепілдігімен. Кореядан дейсің ба? Қалай ол? Сіз біздің списокте бар кез келген автокөлік таңдайсыз. Жүрілген, жүрілмеген көліктер болады. Сізге оны өзінің кепілдігімен. Қанша күнде келеді ол? 20-25 күнде. 20-25 күн дейсің ба? Бізге бүгін керек болып тұр ғой. Сіздерге бүгін керек пе? Иә. Біздің өзіміздің салонда жаңадан жүрілген, жүрілмеген көліктер бар. Енді соны қарап көрейік. Кеттік көрейік. Бұл дүниеге бәріміз қонақпыз. Сен де, мен де бір күні кетеміз. Бір үлкен ғалым айтқан екен, достарымен келіп, осындай бір қабірстанға келіп, мына кісі тірілікпесе не дейді деген кезде, достары, бұл кісі тірілікпесе құлшылық жасайды, ізгі амалдар жасайды, садақалар береді деген екен. Сонда әлгі ғалым, бұда мүмкіндік жоқ, бізде мүмкіндік бар ғой деген екен. Сол себептен бізде қазір мүмкіндік барында ізгі амалдар жасап қалуымыз керек екен. Енді мынау анаңның артынан жақсы амалдар, дұға тілектер ғана барып тұрады бауырым. Бұл дүниеге бәріміз қонақпыз. Алла тағала айтқандай, әрбір жан иесі өлімнің дәмін татады дейді. Бауырым, сабыр қыл. Өз-өзіңді қолыңа ал. Жаңа айттым ғой. Анаңның артынан садақаң, ізгі амалдарың ғана барады. Соны естен шығарма. Жарайды. Бауыржан, уайымдама. Маңдайыңа жазылған осы екен. Анаң өте жақсы адам еді. Ана квартираны өткіз. Туысқандарың бар. Бәріміз жабылып үйлендіреміз. Не қыласың, аренда төлеп. Оданша бізге кел, бізбен тұр. Баладым аға, сіздерге жұмыс барысымен келіп тұр едім.
Бұрындары бұл салада жұмыс істеп көргенсің ба? Жоқ, бірақ та сіздер істеп өз бағымды сынап көргім келіп тұр. Алло, Даки, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Жақсы. Сіздерге қарай кетіп жатыр тауар, кетіп жатыр. Болды, сіздерге кетті, барлық жақсы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Братан, мой күнде жұмыс болса, офис работаң бар ма? Жоқ, бір-екі күнде үйреніп кетемін. Жоқ, ренжіме бауырым. Бізде адам толып тұр қазір, мақма? Хорошо? Мына кірдеу, мына. Хорошо, давай. Ассалаумағалейкум, братан. Алейкум ассалам. Братан, есімім Бауыржан болады. Сізді жұмыс іздеп келіп едім. Жұмыс жоқ анам бізде бәрі сол ғой. Ассалаумағалейкум, братан. Уағалейкум ассалам. Сіздер жұмыс табылмай ма? Жоқ, жұмыс жоқ. Вообще жұмыс жоқ қой, братан. Вообще жұмыс жоқ. Жақсы, рахмет. Да ну нахуй, өзіңе көп алып қойған жоқсың ба? А? Не күлесің нахуй, мазга? А? Тыныштық па, брат? Не күлесің мазга? Бауырым, тыныштық не болды саған? Көтіңді қысып жүртсің ба? Жақсы ма, бауырым? Жақсы. От души. Өзің атың кім? Бауыржан болады. Бауыржан? Қаяқтан боласың бауыр? Қалаған емес пе, бір-екі күн болды келгелі. Не жұмыс істейсің? Сол жұмыс іздеп жүр. Әлі таппадым, братан. Маған жұмыс істесем. Не жұмыс ол? Кайфовать екенбіз екеуміз кайфовать етеміз. От души. Мен қасым жүресің, болды, все. Болды, братан, рахмет. Кетпе. 300-ің берем. Жете ма? Қай жаққа бара жатырмыз? Жүре берсейші, не аласың бауырым? Айтам ғой. Күн ыстықта басында шапкаң ыңғайсыз емес па? Это стиль, братишка, стиль. Не жұмыс істеймін сонда, братан? Аз білсең көп ұйықтайсың бауырым. Осында күте тұр, мен қазір бір кіріп шығайын. Чотам, саған қанша ақша беріп қойын? Не ақша ол, братан? Кәдімгі ақша? Главный ақша өзің болдың Бұндай ақшаң керек емес маған. Ұрым деп басында айтпайсың ба? Бүгін бүкіл уақытымды алып. Сен сияқтылардың талайын көргенмін. Бұндай тірлікпен де айналыспаймын да. Рахмет, керек емес маған ақша. Ей! Қайда қарындас? Сіздер екеуіңіздер ғой, жүре беріңіздер. Екеу болсақ қайтайық, отырасай. Алып қашып кетпейміз ғой. Уайымдамаса қарындас отырсай, смело жетіп тастаймыз ғой. Жүр, есікті ашып берейін. Жігіттер не болды? Ара бер деді. Ренжімеңіз, қарындас. Бұндай ақымақтар қаржы толып жүр. Айып етпесеңіз такси ұстап берейін өзім. Есім Бауыржан болады. Аржан. Жаңағыдай ақымақтар кешке көп жүреді. Абайлаңыз. Жұмыстан шықтыңыз ба? Адрес қандай еді? Ғани Мұратбаева 54. Аға Ғани Мұратбаева 54. Болды, хорошо.
Жоқ, Әурен, өзім келейін. Әурен қалмас. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Кеше прикинь угловойдан қадап кетті ғой. Әйтпесе бүгін шашлик жеп отыратын едік деген. Шашлик жеймін деп хаям жоқ па ма бір күні? Қойсай сол не қыласың? Түбіңе жетеді сол сен. Шо братан қоямыз. Жердің астынан іздесеңдер де табыңдар. Түсіндіңдер ма? Болды мәке. Тағы сіз бе? Істеп жүрсіз? Мен жұмыстан үй жерге. Жұмыспен. Шегүлмен. Мына сізге. Рахмет. Сізге кешегі жағдайдан кейін охрана керек емес па деп. Жоқ, мен сізге беретін ақшам жоқ. Жоқ, маған ақша керегі жоқ. Тек маған обед беріп тұрсаңыз. Жарайды, қолыңыз болса серуендеп кетсек. Жарайды, бірақ ұзақ емес, е? Судағыңыз мәке? Хлордың иісі шығып тұр ма? Иә? Фильтр орнатып алмайсың ба? Ой, фильтр мәке, 500 мыңнан басталады. Қайсы біріне орнатып жүрмін? Аңсар Аква деген фирма бар. 140 мыңға мощный фильтр әкеліп береді. Тура заводтың бағасымен сатады да олар. Сапасы да дерзкий. Қазір звондайықшы, сені орнатамыз. Біздің аппараттың артықшылықтары бағасы ең арзан Қазақстан бойынша және сапасы өте жоғары. 6 сатылы сүзгіден өтеді. 12 литр танкер бачогы бар. Бұл неге арзан, братан? Ана жақта бағасы 500 мың, 600 мыңнан бастап деп жатыр. Біз прямой заводтың бағаларымен сатамыз. Гарантия бар ма? Гарантиямыз 3 жыл. 3 жылдың ішінде кез келген заты бұзылып қалатын болса, тегін түрде келіп жөндеп береміз. Және де 24/7 қалаған кез келген уақытыңызда хабарлассаңыздар, келіп орнатып береміз. Қалай екен? Мықты мәке. Айырмашылығы бар ма? Әрине бар, мықты. Суды жұмсартып жүреді, Ерекше ғой. Аңсар Акваға тапсырыс береміз. Бағасы да, сапасы да өте керемет. Күтеміз.
қанат, сенен басқа ол ешкім істемейді, білесің ба? Мәке, мен Емес, сенің тірлігің ғой, сенен басқа ешкім істемейді деп тұрмын мен. Мәке, Мойындасай, мен емес, Мәке. мына мойындадыңдар еді. Кеттік, тастаңдар. Қызым, шайың дайын ба? Иә, кел. Сауаң қалай? Жақсы. Бірақ маған туфли керек еді, әке. Туфли? Ана туфлиң ескіріп қалды ма? Иә. Жарайды, 2-3 күнде әперемін анда. Әке, шарыңыз ғой, демалсаңыз. Шаршаған жоқ. Бәрі жақсы. Қазір барасың ба сен сабаққа? Иә. Мен оженит. Отыра бер. Мен өзім ашам, қызым. Маған кеп тұрау дейін біреу. Ой, сен шығып жатыр. Иә, бәрі жақсы. Келе жатырмын. Сот орындаушы Селибатов. Сіздер кредит төлемеге уақыт өтіп кетті. Сіздер үйді босатыңыздар. Сәке, қазір ұлым мен қызым бар үйде. Мен қайда барып тұрам? Көшеге барып тұрасыз ба? Сәке, қазір Көршіңізде барып тұрасыз ба? білесіз ғой, квартирада қымбат, Сәке. Сәке, бір мүмкіндік беріңіз. Жігіттер, сәл не қылыңдаршы. Адамгершілікті жасасаңдаршы. Сәке. Алло, Бауыржан. Үйге келе аласың ба, өтініш? Иә, көмек керек болып тұр. Қазір бол. Аға, шын айтамын, айып етпеңізші. Короче, саған бір апта уақыт. Бір аптанша тауып бересің, болмаса көшіріп алып кетеміз. Понятно? Болды аға. Барын тауып, рецептіп берем аға. Мені алып кіре беріңдер, міне. Қызым, ішке кіргізе беріңдер. Адам, сен кімсің? Аты кім? Аға, мен Аружанның досымын. Госслужбаның адамдар не үшін ұрып жүрсің? Басың бәлеге қалады ғой ертең. Ой аға, госслужба ма, не болса да адаммен мал сияқты обращение ұстамау керек қой. Кішкентай баланы итеріп жатыр ғой. Ол жағы дұрыс. Жеп алып кір. Ой, мына алыңдар, ұстап, мына кіргіш. Қимылдамай қалдыңдар. Осыдан 5 жыл бұрын әкем анамды емдету үшін Лойды зауытқа қойып кредит алған. Бірақ әкем қанша ауыр жұмыс жасаса да әлі қарыз өтеліп қоя алмай жатыр. Бәрі бұл жерден кету керек сияқты. Осыдан 3 жыл бұрын анам өмірден өтті. Сен де ойлап қойдым. Кімге хабарласамын деген саған хабарластым. Сен ренжімеге. Сен ақша жағын уайымдама. Сендер бұл үйде қалуға тиіссіңдер. Мен міндетті түрде ақша тауып алып берем. Менен бір хабар күт. Сен ең бастысы уайымдама. Өкінішке орай сізге отказ келді. Мүмкін қандас жаңа суммадан аздау жазып көрерміз. Бір аптадан кейін келіп көрсеңіз болады. Қазір мүлде болмаймыз онда. Жоқ. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз.
үшін сөйлесу керек деймін, братан. Алло, ассалаумағалейкум, братан, қалай жүрді? Мен ғой Баха. Братан, сендердің балдарың осы жақта отыр. Аха, все, да. Братан, маған срочно ақша керек. Ақша бәріне керек қой. Братан, маған тез арада ақша табу керек. Осы жолы не айтсаң да, любой жұмысын істеймін. Любой дейсің ба? Бір бала қараймай жүрсіңдер ма? Ай, блядь, адам болмайсыңдар сендер. Ары қарай іздестіруді жалғастыра беріңдер. Жарайды, мына. Что там? Машина дей аласың ба? Конечно. Мәкен өзіңде ма? Я өзімде. Сигарет қойшы. Жарайды, қазір ескертейін. Тұрдай ма? Міне. Мәке бола ма? Иә. Сейіл кеп тұр. Кірсін. О, Мәке, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ай, Мәке, кет аяқсыз. Ана жаттар. Жұмыстан не отыр? Жақсы, Мәке. Мәке, 10 тортқа оқып қойдық. Екеуі біздікі. Біреу уақыт сұрап тұр. Тыныш па? Ақшасын бір апта тауып беремін дейді. Сейіл, қашаннан бері адамдарға жандарға жиын болған? Осы күнге дейін таппаған ақшасын бір аптада табады деп ойлайсың ба? Сосын жердің құжаттарын дайындап қойын, ақшасын не істейін? Реквизит жібереді саған, соған аударып жібересің. Жақсы. Жақсы. Бұл жерде не істейді братан? Қазір көресің. Баука, қыздар шақырайын ба? Что там? А? Ши. Ши. Баука. İşbüzün mü? İşbüzün mü? Яғни біздің жігіттер қырып жіберсін. Біздің балаларға анау мынауын тісіп атпайтын еді.
Немен айналысасың? Сол қалада таксовать етемін. Әрі спорт. Жақсы. Сен бізге келсей жұмысқа. Не қыласың ол жақта таксовать етіп? Жоқ аға, рахмет. Мен адал жолмен таксовать етіп, бала шағаны асырап жүрген адам. Жақсы, красавчик. Ренжімеңіз аға. Братан, ақша бересің бе, бермейсің бе? Қандай ақша? Жалпы өзінің кім екенін білесің бе сен? Не понял? Ей, сен жерлердің кесірінен әрбір қазақ қаңғырып жүр, білесің бе? Сен ақшаң көп екен деп әр жерде қыдырып, ішіп жүре бер. Ал мына жақта адамдар қаңғырып, далада өмір сүре берсін. Сен жерлерді кім дейді, білесің бе? Мейірімсіз, жаны ашымайтын адам дейді. Маған ше? Маған кім жан ашиды? А? Осыдан 2 ай алдын басымда ісік пайда болған. Әке-шешем мен емдетемін деп апармаған жері жоқ. Корея, Америка. Жазылмайтын түсіндім де өзім үйден кетіп қалдым. Әке-шешем менен басқа баласы жоқ. Ал мен қалағандай өмір сүргім келеді. Білмеймін, бірақ қашан кетіп қалам. Бүгін ба әлі, ертең ба? Мәке. Я жігіттер. Іздестіруді жалғастыра берейік па? Жоқ, рахмет. Тоқтата салыңдар іздестіруді. Мәке, хабар бар ма? Табылды ма? Білесің бе? Менің қолым қанша ұзын болғанымен баламның еміне ештеңе істемей жатырмын. Мәке. Өзімнің әлсіз, қауқарсыз екенін түсіндім. Олай демеші, өтінем. Бәрі жақсы болады бізде. Баука, білесің ба? Мен кішкентай кезімде ұшқыш болуды армандайтынмын. Сол арманыма кішкене жақындаған сияқты. Адам өмірлік жолы аяқталған кезде ұшады дейді. Сол рас па? Соған сенесің ба? Әрине сенемін. Арман, мүмкін мен сенің жағдайыңды түсіне алмастым. Сен ойыңды да өзгерте алмаймын. Бірақ та сенің отбасың бар. Әке дей берейін десем, әкеммен сырласып көрмеген. Анам жақында дүниеден озды. Анам дүниеден озған кезде, маған мына өмірде бүкіл әлемнің жарығы өшіп қалғандай сезілді. Бірақ та мен бұл өмірде түсінгенім, әрбір адам бұл өмірде жолаушы екен. Арман, сенің ата-анаң бар. Менен гөрі
сені бағалайтын да түсінетін де ата-ана. Күтіп Сен жеткізіп салайын ба? Әке келіпті. Жүр. Қалайсың? Неге көрінбей кеттің? Телефонға хабарласам алмайсың. Аружан, ренжімеші. Қолымнан келген бағын берсем, бірақ ақша таппадым. Қалай сонда? Сен емес па? Не мен емес? Сенің атынан ақша беріп кетті ғой. Неге таңғалып тұрсың? Жай. Мен қазір келейін. Ренжіме, Кореядағылармен тағы да сөйлесіп қойдық. Сені алып келсін деп жатыр. Бардық қой, Анаш. Результат жоқ. Тағы барамын. Балам, бұл жолы мүлдем басқа мамандар екен. Бәрі мақтап жатыр. Өтінем, балам. Осы жолы мен үшін барша. Жарайды, Анаш. Сіз үшін барамын. Сен дәрім ішетін уақыт болды. Мен барып алып келейін, е? Қалайсың, братан? Ренжіме. Соңғы кезде уақыт болмай келе алмадым. Бір ай уақыт өтіп те келмегеніме. Ренжіме, братан. Шөптерің өсіп кесіпті. Братан, бұйырса ұлды болам. Есімін кім қоям білесіз бе? Әрине. Есімін Арман қоям, братан. Енді көп келмей кеткеніме ренжіме. Енді жиі келіп тұратын болам.